Сөз тапқанға құқыққа жоқ демекші нөмірі 174 мектеп гимназиясында оқушылар арасында қызықты дебат сайысы өтті. Пікірсайыстың басты мақсаты оқушылардың ой-ұшқырлығын дамытып, өз ойын еркін әрі дәлелді жеткізу қабілетін арттыру. Дебат барысында қатысушылар түрлі тақырыпта пікір алмасып, өз көзқарастарын дәлелдеді. Олардың эмоциясын еркін жеткізе алатын, өз ойларын қаймықпай, қорықпай айта алатын батылдықтарына тәнті болдық. Өйткені осы зумерлерді қорғаған тараптың өзі зумер ұрпақтары. Сондықтан мен оқушылардың бойына шешендік өнерді дарытуды жөн көрсем, олар бізге жаңа заманға сай психологиясы ешқандай шектеуді білмейтін, еркін ойлы адам болуды бізге үйретті. Сондықтан біз мұғалім болсақ та оқушылардан үйренеріміз көп екеніне көзіміз жетті деуге болады. Мұндай интеллектуалдық сайыстар оқушылардың сыни ойлауын дамытып, белсенді тұлға болып қалыптасуына ықпал етеді, дейді ұйымдастырушылар. Бүгін мектепте міне оқушылар арасында дебат сайысына куә болдық. Қазіргі заманда барлық оқушылардың телефонға термелген заманда тіл өнерін, сөйлеу мәдениетін қалыптастыратын дебат сайысы өте қажетті іс-шара деп есептеймін. Оқушылар өздерін өте жақсы қырынан, жақсы жағынан көрсете алды. Бұл дебатқа бірінші рет қатысып көрген оқушылар да бар. Олардың пікірін біліп көрейік. Мен бүгін ойнаған дебатым бірінші рет болды, және мен өте керемет қазір әсердемін. Мен бүгінгі таңда дебатқа деген құштарлығым одан да қаттырақ артты. Мен бұдан бұрын да дебатты қатты ойнап көргім келген, дебатты көп естігем. Ал бүгінгі күннен кейін мен дебатқа енді күнде қатысқым келіп тұр, күнде қатысуға да дайынмын деп айтамын. Мейірлі Қайсарқызы, Әтіркүл Өтегенова, Ұрпағын Медиа, Алматыдан.